Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен Наурыз көженің өзінің әдісімен жасалу жолын көрсетемін. Менің каналымда тағы да бір Наурыз көженің жасалу әдісі бар. Оны да қарап көрсеңіздер болады. Етті отқа қойып, су құйып, дәміне қарай тұз саламыз және де қайнағанша күтеміз. Оған дейін біз дәнді дақылдарымызды тазалап жуып алып, қайнататын боламыз. Биыл мен жүгері және бидайдан дайындадым. Алдыңғы жылғы Наурыз көжемді каналымнан көрсеңіздер болады. Ол жерде бірнеше дәнді дақылдармен дайындаған болатынмын. Жүгері негізінде 3 сағат жай отта қайнап піседі. 2 сағат қайнағаннан кейін барып бидайды саламыз. Бидай піссе 1 сағат уақытысында піседі. Етіміздің көбігі шыққан кезде көбігін міндетті түрде осылай алып тастайтын боламыз. Енді біздің жүгеріміз 2 сағат қайнады. Одан кейін біз осылай бидайды да жақсылап жуып тазалап, жүгері суына салып, жақсылап оны да араластырып пісіретін боламыз. Тағы да 1 сағаттай қайнау керек. Етіміз жақсылап піскеннен кейін етімізді алып, еттің сорпасын жақсылап сүзгіден өткізіп тазалап аламыз. Жүгері және бидайды негізінде еттің сорпасына да қайнатып пісіре беруге болады. Мен бірақ өзім осылай бөлек пісіріп алып, одан кейін салғанды жөн көрдім. Жүгері мен бидай пісуге жақын қалғанда еттің сорпасына құйып, жақсылап тұрып араластырып, тағы да піскенше қайнататын боламыз. Наурыз көжені қыстан аман есен шығып, көктемде осылай үйдегі қалған қыстық сүрленген еттермен, үйдегі бар дәнді дақылдармен дайындаған. Менде үйде сүрленген ет болмағандықтан мен балғын еттен дайындадым. Бірақ та Наурыз көжем сонда да дәмді болып шықты. Өздеріңіздің үйдегі бар еттеріңізбен дайындай берсеңіздер болады. Дәнді дақылдарымыз піскеннен кейін дәміне қарай көжеге тұз саламыз. Және де менде үйде кеспе болған, сол кеспені де мен қосып жібердім. Кеспе қосу ол енді өздеріңіздің қалауларыңызбен. Кейбір оқырмандарым менің кеспені неге қосты деген сияқты Instagram, TikTok парақшаларымда сұрап жатты. Ол енді өз қалауларыңызбен. Кеспе піскеннен кейін отты өшіріп, Наурыз көжелерді кеселерге құйып шығамыз. Және де үстінен айран, егерде құрттарыңыз болса, құртты да езіп, осы айранмен бірге қосуға болады. Жақсылап араластырамыз. Сонымен біздің Наурыз көжеміз дайын. Жаңағы туралған еттерімізді Наурыз көжеміздің бетіне салып ұсына береміз. Наурыз көже әр өңірде әркім қалай дайындайды. Менің осы бір әдісімен де дайындап көріңіздер. Каналымнан тағы да Наурыз көженің рецептісін көре аласыздар. Және де каналыма егерде тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен де бөлісемін. Баршаларыңызды келіп жеткен ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын.